жылы телехикаядағы алғашқы үлкен рөлін сомдады. Осы кезеңде Денис Чакр «Егер әйел болса» фильмінде кішігірім кейіпкерлердің бірін ойнап жүрген болатын. Бұл жоба оған ерекше танымалдылық әкелмеді, бірақ соған қарамастан түрік сұлуының бейнесі экрандарда жиі-жиі пайда бола бастады. 2005-2006 жылдары Анкараның талантты тумасы тағы 2 телевизиялық жобада пайда болды. Екі сүйіктінің арасында және «Міне менікі» мини-сериалдары. Бұл кезеңде актриса өзін тек мелодрама жанрында ғана емес, сонымен қатар комедияда да керемет көрсете білді. Көптеген мақтау пікірлерге және Денис Чакрдың сыртқы деректеріне қарамастан, аталған сериалдар актрисаға нақты танымалдылық әкелмеді. Ол өз үшін жаңа рөлдерді іздеуді жалғастыра берді. Сонымен қатар қосымша модель ретінде жұмыс жасады. Экрандық рөлдер болмаған кезде ол театрда сәтті өнер көрсете берді. Оның кейбір жұмыстары нағыз хитке айналды. Актрисаның қатысуымен өткен 2 спектакль, тіпті беделді түрік сыйлығы Афифе және Садри Алышек сыйлықтарына ұсынылды. Сол жылдары Денис Чакр театрлық қатты үлкен марапаттарға ие болған жоқ, бірақ оны көпшіліктің бірте-бірте тану фактісі рөл ойнады. Актриса өзін және жаңа қызықты бейнелерді іздеуді жалғастыра берді. Бір күні ол іздегенін тапты. 2006 жылы жас сұлу қыз «Листопад» сериясындағы қосалқы рөлдердің бірін алды. Ферхунденің рөлі оның отанында, сондай-ақ сериал көрсетілген Әзірбайжан мен Болгарияда шынымен танымал болуына көмектесті. Ол үшін актриса драма сериясындағы 2-ші пландағы үздік актриса номинациясы бойынша телевизиялық сыйлық алды. Жазушы Решат Нуридің кітабына сәйкес қойылған бұл жобаны түрік көрермендері қатты жақсы көрді. Сондықтан көп ұзамай Денис нағыз жұлдызға айналды. Ол көшеде таныла бастады. Сонымен қатар түсірілім туралы көптеген жаңа ұсыныстар ағылып түсе бастады. 2009-2010 жылдары Денис Чакр 2 түрлі фильмде ойнады. Біріншісі « 40 картинасы» кассада